Hello everyone. Бүгінгі сабақта ағылшын тіліндегі past simple шағымен танысатын боламыз. Ол қай кезде қолданылады? Болымды, болымсыз, сұраулы сөйлемдерді қалай жасаймыз? Етістіктер қалай өзгереді? Барлығын білетін боламыз. Let's get started. Past simple tense қазақ тіліндегі жай өткен шақ, яғни өтіп кеткен, болған іс-әрекетті сипаттау үшін қолданылады. Сол үшін мына етістіктердің түрлерін білу қажет. Етістіктер екіге бөлінеді: regular verbs және irregular verbs. Дұрыс етістіктер, бұрыс етістіктер. Дұрыс етістіктерді жасау үшін ed жалғауын жалғаймыз. Мысалы, look, looked, қарау, қарады, wash, washed, жуу, жуды, talk, сөйлесу, talked, сөйлесті, jump, секіру, jumped, секірді. Ал irregular verbs бұрыс етістіктерге ешқандай жалғау жалғанбайды, олардың тізімін жаттап алу қажет. Көбінесе оқулықтардың соңғы беттерінде кездеседі. Өткен шақта бұрыс етістіктердің екінші бағанын қолданамыз. Ал to be етістігі өткен шақта was, were етістіктеріне айналады. Ал ол туралы арнайы бөлек сабақ бар, сілтемесін қалдырамын, қарап көріңіздер. Past simple шағында болымды сөйлемді қалай жасаймыз? Болымды сөйлемді жасау үшін бізге бірінші subject, одан кейін етістік, ал етістікке ed жалғауын жалғаймыз. Subject ол бастауыш. Мысалы, I help my mom. Мен анама көмектесемін. Бұл сөйлем осы шақта тұр, ал өткен шаққа аудару үшін біз help етістігіне ed жалғаймыз. I helped my mom. Мен анама көмектестім. Мен кеше анама көмектестім деп айту үшін yesterday маркер сөзін қолданамыз. I helped my mom yesterday. Маркер сөздер деп отырғанымыз өткен шақты білдіретін сөздерді айтамыз. Мысалы, yesterday кеше, last week өткен аптада, last month өткен айда, last year өткен жылы, an hour ago бір сағат бұрын, 5 days ago 5 күн бұрын, in 1994 1994 жылы, at 6 o'clock сағат 6-да. Тағы бір мысал, осы шақта he, she, it есімдіктерінің етістіктеріне s жалғанатын болса, өткен шақта s жалғанбайды, дұрыс етістіктерге ed жалғанады. It rains every day. Күнде жаңбыр жауады. Бұл сөйлемді өткен шаққа айналдыратын болсақ, етістікке ed жалғаймыз. It rained yesterday. Кеше жаңбыр жауды. My brother lost his key 2 days ago. Менің ағам кілтін 2 күн бұрын жоғалтып алды. Lost етістігі бұрыс етістік, lose етістігінің өткен шақтағы формасы. Оған ешқандай ed жалғау жалғамаймыз. We did a lot of work yesterday. Біз кеше көп жұмыс жасадық. Did етістігі бұрыс етістік, do did етістігіне өзгереді. Ал болымсыз сөйлем жасау үшін didn't көмекші етістігін қолданамыз. Мысалы, I didn't watch TV last night. Мен өткен түні теледидар қараған жоқпын. Didn't ноттың қысқартылған түрі. Didn't болғандықтан watch етістігіне ed жалғамай бастапқы формасында қоямыз. I didn't watch it деп айту қате. He didn't sell his house. Ол үйін сатқан жоқ. Didn't sell. Sell бұрыс етістік болғандықтан ол өткен шақта sold болады, бірақ болымсыз сөйлемде етістікті өзгертпейміз. He didn't sell. Ал сұраулы сөйлем жасау үшін бастауыштың алдына did көмекші етістігін қолданамыз. Мысалы, they played tennis last week. Олар өткен аптада теннис ойнады. Осы сөйлемге сұрақ қоятын болсақ, онда did they play tennis last week? Олар өткен аптада теннис ойнады ма? Did көмекші етістігі барлық жақтарға бірдей, яғни өзгермейді. Did they, did we, did he, did she.
Ал қысқаша жауап беретін болсақ, Did they play tennis last week? Yes, they did. Yeah. No, they didn't. Жоқ. Ал егер did they емес, did he, did she play tennis last week деп сұрақ қоятын болсақ, онда yes, he did немесе yes, she did деп жауап бере аламыз. Яғни did барлық жақтарға бірдей қолданылатын ескерейік. Ал қашан, қайда, не үшін, кім деп сұраған кезде ол сөздерді біз did көмекші етістігінің алдында қоямыз. Мысалы, what did you buy? Сен не сатып алдың? Бұлар арнайы сұрақ болғандықтан нақты жауап береміз. I bought a bottle of water. Мен бір бөтелке су сатып алдым. Buy етістігі бұрыс етістік болғандықтан өткен шақта bought болып өзгереді. I bought, мен сатып алдым. Ал енді білімімізді тексеріп көрейік. Жақшаны ашып, етістікті дұрыс формада қоямыз. I a letter to my father. Мен әкеме хат жаздым деп айту үшін write етістігін өткен шаққа ауыстыру керекпіз. A. Write. B. Wrote. C. Writes. B. Wrote. I wrote a letter to my father. Себебі write бұрыс етістік болғандықтан wrote болып өзгереді. My parents worked on Monday, but they on Sunday. Менің ата-анам дүйсенбі күні жұмыс жасады, бірақ жексенбі күні жұмыс жасаған жоқ деп айту үшін A. Worked. B. Didn't work it. C. Didn't work. Дұрыс жауап didn't work. Себебі B жауабында didn't work it деп тұр. Ол қате, себебі біз did қолданғандықтан етістігін бастапқы формасында қоямыз. Ешқандай ed жалғанбайды. Бұрыс етістіктерге де солай негізгі формасында қоямыз. Anwar swam very well when he was little. Ануар кішкентай болған кезде өте жақсы жүзді деп айту үшін A. Swimmed. B. Swam. C. Swam. Дұрыс жауап B. Swam. Себебі swim етістігінің өткен шақтағы формасы swam, жүзді.